Холландтың дублі, Мбаппенің дублі, Леваның хэт-тригі, ұятқа қалған Челси, Ливерпуль сәтсіз бастамасы, қарсыласқа шақ қойған Шахтар. Бұл Элчінің жаңа маусымы. Алғашқы тур. Кеттік, нендей қызықтар бар? Шолу жасап көрейік. Жанымды менің шаулаған қызыл раушан, бақытқа сені бағарем қызым болсаң. Басты сенсация Загреб Челси. Жалғыз голды соққан Оршич. Бізде бәрі бар, бізде бәрі бар, бізде бәрі бар, бізде бәрі бар, бізде бәрі бар. Тухельдің бұл Элчідағы 100-ші матчы. Алғашқы 50 матчта командасы 24 гол өткізсе, екінші 50-де 53 гол. Және Челси алғаш рет Тухельмен сырт алаңдағы 3 матчта қатардан жеңілді. Қысқасы, Тухель уволен. Мое время пришло. Басшылар жаңа, бірақ традиция сол қалпы. Томас бапкерлік орнында Лэмпардқа қарағанда 18 күнге ұзақ отыр. Компенсация төлен 13 миллион фунт. Тухель Челсиде 5 ай ішінде Элчі жеңді. 2 маусымда 5 финал. Суперкубок пен КЧМ алды. Рахмет айтуға әбден тұрарлық. Париждегі есеп 2-1. Мбаппе бенефиса. 24 жасқа дейін одан Элчіда тек Месси ғана көбірек гол соққан еді. 37. Мбаппеде қазір 35 гол. Неймар керемет формада. Биыл 7 матч, 9 гол, 7 ассист. Осылай ұра берсе, сары мәшік сәлем жолдайды. Салам алейкум. Месси Элчіда 19-шы сезонын өткізіп жатыр. Роналду және Гиггспен теңесті. Касильяста 20. Вода мокрая, небо голубое. Холланд забивает. Келіп қалды ол жан жағын таптауға дайындалып жатыр кей жандар күтіп күн мен айын. Мбаппе мен Холланд дәл қазір уақытта. Біз екеуміз бір адамбыз, туылған екі анадан. Эрлинг Сити үшін уже 12-ші голын соғып тастады. Монстр. 22 жыл 47 күн жас мөлшерінде ол Элчіда 25 гол соғып үлгерген ең жас ойыншы атанды. Небәрі 20 матчта. Салыстырма ретінде Месси 20 ойында 8 гол соқса, Роналдуда мүлдем гол болмапты. Ал Рон дәл қазір Элчі тарихындағы ең үздік сұрмерген. Тұмар келе жатыр. Көшеге бүгін тұмар. Эрлинг Холланд Сити үшін Элчіда және АПЛда бірдей дебюттік ойында гол соққан алғашқы ойыншы. Арнольд Шварценеггер, киборг, убийца. Тағы бір бапкер орнынан қуылды. Тедеско Лейпцигтен, Шахтердан оңбай ұтылды. Пухи маған пухи. Лейпциг Шахтер мен Айнтрахтқа жалпы есепте 1-8-мен жеңілді. Тедеско командасы маусымдағы алғашқы 8 ойында небәрі 2 рет жеңген. Менен басқа біреу айтты ма? Реал Глазгода бенземасыз қалды. Плюс-минус бір апта енді ол алаңға шыға алмайды. Гол соққандар Винисиус, Модрич, Бургер, Азар. Азар, ойын емес. Әуен шарын үрлегендей, әдепсіз сөзге толықты мен. Азар Реал үшін Элчіда 2020 жылдан бері алғаш рет соқты. Селтикке. Бұл Эденнің мансабындағы 200-ші голы. 250-ші голды да тақанса күтеміз. Аякс Рейнджерсті Айнтрахт 0, ал Айнтрахты Спортинг Айнтрахт 0. Еуропа лигасының финалистері Айнтрахт 0. Трах, тебедох. Аякстан тақырбас кетіп, жаңа тақырбас келсе де Аякс өзгермейді. Мош! Ал Спортинг Камп Nou қожайынның қожайыны бола алаткен. Я хозяин помойки. Басты күтпеген жайт. Ливерпуль Наполи жерінде қарабет болды. Не отынықтар? Не болып жатыр? Не жерде өзі? Көрсек көзімді ашпай оны. Кино болады, кино! Есеп 4-1. Тарихта клуб Ливерпулі Элчіда тек 2 матчта ғана 4-тен артық гол өткізіп алған. Бірі Ромаға қарсы, екіншісі Наполиға. Клуб үшін Наполи өз алаңында ыңғайсыз қарсылас. 13-те Дортмундпен, 18 пен 19-да Ливерпульмен жеңілгені бар. Енді міне, дежавю. Ливерпульдің кешегі ойындағы қорғанысы. Наполиде жаңа Марадона, Хвича Кварацхелия. Кварадона биыл неапылдықтар үшін 6 матчта 4 гол, 2 ассист. Кеше Ливерпульге қарсы ассист жасады. Диего Симеоне ұлы Джованни Симеонеге. Джованни Элчі логосы бар татуды 13 жасында жасатқан. Мұнда гол соққанда оны сүйемін деп. 27 жасында ол турнирде дебют жасады. Және сразу гол. Барселона сезбет қарсыласын. Левандовский Блауграна үшін алғашқы хэт-тригін жасады. Элчі тарихында 3 түрлі клубта жүріп хэт-триг жасаған алғашқы ойыншы. 3 палка тастадым оларға. Лева осылайша Элчідағы голдар саны бойынша Бенземадан озды. 89 гол. Месси мен Роннан кейінгі турнирдегі 3-ші мерген. Және Элчідағы 6-шы хэт-тригін жасады. Тек Рон мен Мессиде ғана көбірек. Екеуінде 8-ден. Атак бар ғой, атак. Виктория жауап берді. Барса қақпасына енген бұл маусымдағы ол 2-ші гол. Гол соққандар Реал Соседат пен Виктория. Күнде Барса үшін соңғы 2 матчта 3 ассист. Кесие соқты. Суға сап Аубамейангмен қоштасты. Қош бол деп айтын, тағы да бір
аппетитын. Барса 4 ойын қатарынан жеңіп келеді. Дубай айырмашылығы 16-2. Атлетико Порту матчын ендігіде 90 минуттан бастап көрген жөн. Гризман 100 минутта жеңісті жұлып берді матрашшыларға. Атлетико Порту голдар 90 минуттан кейін соғылған Элче тарихындағы екінші матч. Біріншісі қандай? Айтсайшы енді. Порту Атлетико 2021 жылы. Айттым ғой, бұл екеуі кездессе 90 минуттан бастап көріңдер. Сондай ғой, короче, әңгіме сондай, олардың әңгімесі. Бавария Элче группасында 29 матч қатарынан жеңілмей келеді. Олар Элчені 19 маусым қатарынан жеңіспен бастап отыр. Бавария бұл тұрақтылық. Зима, холода, а я думала, сава. Әрине, команданың мәні мен сәні бар. Мане мен Сане Интерді 2-0 жеңді. Сане және автогол. Мбембаның алаңнан кетуі Тоттенхемге көмектес. Ришарлисон дубль жасады. Бұл оның Элчедағы дебюті. Міне достар, Элченің жаңа маусымдағы алғашқы турындағы маңызды жайттар осы. Қай ойынынан, қай матч таң қалдыр, кім көңілді қалдыр, кімдердің ойынынан. Барлығына жауап жаз. Келесі кездескенше. Жанымды менің жаулаған қызыл раушан, бақытқа сені бағарым қызым болсаң.